Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ей. Сентябрь мемлекеттік тіл күні. Қырғыз тілі Қырғыз Республикасының негізгі халқының қырғыз ұлтының тілі. Ене тілді сүю әрбір ақтылдың адамдық парзы болып есептеледі. Тағырағы ене тіл адамдың қан жанымен қоша түккен орын керек тең еш нәрсемен алмаштырып сөйлеу қимыл болып есептеледі. Біздің тілден жоғалып кетпес үшін көптеген ақын жазушылар көптеген өлеңдер жаратып беришкен, жырларды жазып беришкен. Анда эмесе Шайлообек Дүйшеев эне тілін унуткандар. Чырмалышкан иштин да чатышы бар, чындыктын да чыгышы батышы бар. Чытырмандын удайы тилен эмес, чымындын да жашоо акысы бар. Сайдын дагы башталган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде чачкан бакысы бар. Кыргызмын дейсиң мага, кый жактап бийлеп туруп, кыргызмын дейсиң мага, кыргызча сүйлөп туруп. Кыргыз эмес, кыргызды жыгыткандар, кылым кезген тарыхын унуткандар, кыргыз эмес кыйшайтып калпак кийип, каада сатып калкын куруткандар. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот бил. Уулуңда, кызыңда жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың, колуң калдайгандын баары эле канат эмес, кабылгандын баары эле манас эмес. Калкын чаңган, калкынын тилин чаңган, ким болсун кыргыз.